Қалалық өлкетану музейінде жыл сайын жаңа жыл қарсаңында сайыс көрмесі ұйымдастырылады. Бұл арт-открытие жобасы 6 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Өткен жылдары креативті жасыл шырша, креативті жаңа жылдық ойыншықтар деген тақырыптар бойынша сайыс өткізілсе, биылғы жылы креативті бал маскарад деген тақырыппен өткізілмекші. Бұл сайыс көрмесінде әлбетте тарихи бал маскарадтық, жаңа карнавалдық дейміз костюмдер болады. Сонымен қатар сайыс болады. Бұл сайыс 3 номинацияда өтеді. Бірінші номинация бұл таңғажайып костюм. Таңғажайып костюмда костюм өзінің бір ерекше тарихы болуы мүмкін. Жаңағы немесе бір ерекше таңғажайып материалдан жасалған, немесе жаңағы ол бейне бір ерекше көрсетілу керек. Екінші номинацияда карнавалдық костюмдардың элементтері болады. Ал үшінші номинация жаңа жылдық дефиле деп аталады, яғни осы жаңа жылдық киімдердің көрсетілімі өткізіледі. Ұйымдастырушылардың айтуынша сайысқа қатысушылар заттарын 20 желтоқсанға дейін тапсыруы тиіс. Ашылу салтанаты желтоқсанның 26-сына белгіленіп отыр. Жеңімпаздары 2018 жылдың 12 қаңтарында анықталады. Ашылу салтанаты 26 желтоқсанда сағат 3-те өтеді. Ал нәтижесі 2018 жылы жаңа жылда 12 қаңтарда сағат 3-те болады. Барлық қатысушылар сертификат алады, ал жеңімпаздар диплом мен естелік сыйлықтарға ие болады. Айта кету қажет, бұл сайыс арт-открытие жобасының соңғы шарасы. Сондықтан музей қызметкерлері теміртаулықтарды сайысқа белсене қатысуға шақырады.